аты жөнім Ақат Ясмина. Мен сіздерге Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзін оқып беремін. Адам ата-анадан туғанда естіп болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таныды дағы. Сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естіліктердің айтқан сөзін ескеріп жүрген кісі өзі есті болады. Әрбір естілік жеке өзі ішке жарамайды. Сол естіліктерден естіп білген жақсы нәрсені естен, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Соны адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шағырттанып, не салбырап, салғырттанып естен, не естіген жерін қайта қайырып ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөзін расына көзі жетсе де, шыға беріп, қайта қалпына кетсе, есі деспей не керек? Осындай сөз танымай тұғын, елге сөз айтқанша, өзіңді таный тұғын. Шошқаны баққан жақсы деп бір хәкім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.